Африка халықтан келетін көп сұрақ. Қазіргі кезде жалпы ақпарат көздерінде маймыл шешегі жайлы көп дүниелер айтылып жатыр. Ойбай келеді, елімізде қырғын болады, тағы да карантин болады екен, жауып тастайды дегендей. Менің жеке пікірім дәрігер ретінде маймыл шешегі келе қоймайды. Шешек деген сөз ол оспа. Бұрынғы кезде оспаны біздің кеңес үкіметі кезінде жеңген. Одан кейін қазір барлығымызде жел шешекпен ауырып шығамыз. Ветеринария оспа. Бұл деген маймыл шешегі орысша обезьяна оспа ғой. Сол себептен бізде иммунитет бар. Көп жағдайда бұл оспаның, маймыл шешегінің пайда болып жатқан жері қиыр шығыс Азияда, Африка елдерінде. Бірақ енді біз қиыр шығыс мемлекеттеріне көп бара бермейміз, және де Африкаға тіпті де бармаймыз. Көп жағдайда ол ауал-томшылы жолмен емес, контакты жолмен жұғады деп жатыр. Енді шетелге барып жатсаңыздар, маймылды ұстамай қойыңыздар, әр адаммен амандасып, құшақтасып сүйісудің де қажет жоқ. Сол кезде жұғу қаупі төмендейді. Екіншісі, соның етін жеу маймылдың, және де сонымен жыныстық қатынасқа түсу. Ол біздің салтымызда да жоқ, табиғатымызда жоқ дүние. Сол себептен ол келе қоймайтын шығар деген үміт. Келмеуі де мүмкін. Аман болыңыздар.